саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Мынау қыста ішеміз деп мына жауып едік қой, мынау көріп тығатын жер жоқ. Күніге көрініп тұрғаннан кейін мынау бір-бірден әкеліп қыстың басы басталмай жатып, бітіп жатыр. Мынаның ішіндерде жатыңдар. Сиіп жатыңдар. Жіберетіндерің жоқ қой тәріштерінде. Мына бір-біреуін ішінген, соныменен жатыңдар. Баған анау сторисінде айтқан ғой, кемпірдің қызы болып әке-шешеме онша жақын болмадым деп, баяғының жағдай сондай еді ғой. Кемпірге қыз боласың да, ана әке-шешеңе аға жеңге ұсақ болатын еді ғой. Сөйтіп өстік қой. Ана шешеміздің қасына жолап қалсаң, шешең таптың ба? Шешең таптың ба дейтін ақым. Шешем төркіне бараса, ана сіңлім бәрі шешем көп кетіп барса, көз қызығадай барғың келеді. Сонымен барғың келсе, барғың келіп отыр бар дейді. Жоқ деп қаласың. Бірақ енді Құдай тамақ ана мұны қалмайсың. Тәттінің бәрін аузыңа тығады кемпір байғыз. Содан психологиялық бірдеңеде шығып, қазіргі кемпірлер, миымды жеп қойдың ғой деді, жаңғы дейді. Қазіргі кемпірлер сөйтсе бар ма? Мына психологтар оларды өлтіреді, Құдай біледі. Қазір ондай да кемпір жоқ. Қазір кемпірдің бір понятиясы мықты кемпір болды ғой. Шешеңе де бар, маған да қыз бол деп айтатын ғой. О замандай ондай емес етін. Кемпірдің қыздар шығыңдар я. Түнгі шай ішіп отырмын. Міне, шкафтың үстінде, пожалуйста, бір человек-паук жүреді. Ойбай, таста. Немене, мына үй күшік болып қаппыз ғой біз баяғыз. Декреттегі аналар бар ғой, үйден айналып шықсап шығамайды. Жаңа бір келіншек жазыпты. Осы босанған, ана шынжырдан босаған ит құсап, осы шыққаннан кейін бір қаңғымасам десем, қаяқтың қаңғығаны, анау шынжырда тұрған итті де босат жүрсең өзінің жүрген жерінен кетемайды екен ғой шқаққа. Соғысап, бір жаққа бармам, шіркін-ай, үйге келсем екен. Осылардың бетінен сүйіп отыратындай, үйге келсем ғой деп армандап, бір уайымдап отырам мен. Үйге келгенде міне қырғын төбелес. Ана жақта отырсам қайта бұлар менен демалып қалатын бетте ойлап қалам кейдеші. Бір жерге барып отыра алмаймын. Қайтқым келіп отыр, анау не қылып жатыр екен, анау не қылып жатыр екен, Құдай тек қыпықтап, жыпылықтап. Үйге келгенде мен біреусін аялап отырған жоқпын, төбелесіп отырмын, ұрысып ша. Сіздер де сөйтесіздер ма?